Ассалаумағалейкум достар. Біз жыл сайын осы Түркияға келіп, премьер-лига клубтары қалай дайындық өткізіп жатқанын түсіреміз. Ендеше осы видеоны тамашалап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Red racing cars, sunset and vine. The kids were young and pretty. Where have you been? Where did you go? Those summer nights seem long ago. Спортхаус экипировка орталығы Келме брендінің Қазақстан территориясындағы ресми дистрибьюторы. Олар бірінші болып Қазақстанға осы брендті алып келіп, кейін барлығы осы Келмені тани бастады. Олар премьер-лига және бірінші лига Қазақстан чемпионатының футзалдан клубтарын киіндірді.
Өзбекстан футболшысы Абдукадир Хусанов Манчестер Ситиге ауса, Қазақстаннан ондай ойыншы қашан пайда болады деген сұрақ туындап жатыр. Мүмкін Тұранның сапында болашақ жұлдыздар ойнауда. Себебі Хусановқа бірнеше жыл бойы қолдау көрсеткен Ұлықбек Асанбаев енді түркістандық ұжымға қатысы бар. Абинур, өзің өткенде Беларусь чемпионатында доп тептің, Өзбекстан чемпионатында ойнадың, енді Тұранға келіп, Қазақстанда ойнайтын болдың. Осы шешімге қалай келдің? Енді ақылдаса келе, үйдегілермен де ақылдастым, өзім агенттермен де ақылдастым, шешімді осы Қазақстанда чемпионатын көрейік деп шештік осы жылы. Осы чемпионатқа да өзімді көрсетіп, енді басты мақсат ұлттық құраманың жеңесінде ойнау. Сол үшін осы чемпионатты көрейін деп шештім. Өзіміздің Қазақстан чемпионатының уровенін көрейін деп. Белоруссия мен Өзбекстан чемпионаттарын салыстырсақ, қайсысы мықты? Салыстырсақ, Өзбекстан мықты. Қазір Белоруссия чемпионатының уровені төмендеп кеткен. Ол жақта легионерлердің мықтылығы ең төменгі дәреже десек те болады. Енді Өзбекстандікі енді уровені жоғары. Өзбекстан Суперлигасында ойнаған басқа клубтардан ұсыныстар болды ма, Өзбекстанды алсақ? Ол жағын білмедім, енді өзіме нақты бұлай шыққан жоқ варианттар. Енді Андижан командасы қайтып келген қалада, бірақ ол жақта аз уақыт ойнаған үшін ол жаққа қалым келмеді. Негізі кубок ұттыңдар ғой? Кубок ұттық, Аллаға шүкір. Абинур командада қал деп ұсыныс болған жоқ па? Сезон біткен соң, контракт біткен соң маған болды, сборға кел, бізге де молодой игроктар керек деген сияқты. Но мен барғым келмеді енді, ойнамаған соң. Ал финалдың алдында әртүрлі ақпараттар шықты ғой, бұқаралық ақпарат құралдарында. Егер Андижан жеңіске жетсе, кез келген ойыншыға кубок беріп деп ұсыныс жасады ғой. Ондай болды ма, болған жоқ па, әртүрлі сыбыстар болды ғой? Негізі сыбыстар көп болды, бірақ бізге ондай көлік береміз деп енді обещать еткен жоқ негізі. Бірақ бізге енді ақшалай береміз деп әкімнің өзі айтты да. Әкім и клубтың директорлары да. Сонымен бізге ақшалай немізді берді, сыйлықты. Қалай толадыңдар жеңісті? Енді тарихтарында бірінші рет болған соң бүкіл қала болып тойладық. Енді артық кетпеді енді. Но енді командамен жиналып отырыстар болды. Әкіммен кездесіп, халықпен кездесіп, суретке түсіп, видеоға түсіп, тойладық, жақсы. Осылайша Андижанның алдында жарты жылдың ішінде мен осы командаға келіп кубок ұтамын деп ондай ойлар болды ма сенде? Менде ондай вообще болған жоқ негізі. Өйткені менің басты мақсатым ол жерде негізгі құрамға кіріп ойнау керек болды. Бірақ кубок ұтамын деп мен де ойламағам. 19 жасында енді бірінші рет кубок алып тұрған соң енді керемет сезім ол. Аллаға шүкір, осы дәрежеге жеткен үшін. Хусанов жақында Манчестер Ситиге ауысты, онымен араласасың ба, сөйлестің ба? Бүйтіп сөйлесіп тұрамыз, әр ойын алдын сайын сөйлесіп тұрамыз. Мен құттықтап қойдым осы Ситиге ауысқанына. Екеуміз не дегенмен энергетиктерде болдық, сбор өттік, 1-2 матчта ойнадық. Сонымен жақсы араласамыз екеуміз. Өзі қандай адам? Ол өте қарапайым,
не десем, ялшақ десем болады. Бірақ өте жақсы бала. Неліктен қазақстандық футболшылар осылай топ-5 чемпионаттарына ауыспайды? Осы Қусановтың артықшылығы неде бізге қарағанда? Артықшылығы дегенде енді Еңбек форма, әлде бізге керісінше тәртіп жетіспей ме? Біздікілер не дегенмен енді қалай айтсам болады, өздеріне ұнаған тұрақты жерден шыққылары келмейді да. Мысалы, үйден басқа елді көріп келеді, қорқады. Ал енді Хусанов бүкіл қорқынышын жеңіп, шет елді көрді, өзінің еңбекқорлығы арқылы көрсетті. Оған Алла есік ашып берді. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп отыр. Оның Англияға баруы сен үшін үлкен мотивация ма? Кеше ғана сенімен ойнады, кеше ғана Белоруссияда болды, енді Манчестер Ситиге ауысып жатыр. Иә, мен үшін бұл үлкен мотивация десем де болады. Өйткені кеше ғана екеуміз бірге ойнадық. Менің де ойнағым келеді сондай уровеньде. Алла қаласа сол үшін жұмыс істеп жасап жатыр. Иншалла топ-5 чемпионатта ойнаймын деген үміттемін. Сенің болжамың жақында Қазақстаннан топ-5 чемпионаттарына кім ауысады? Болжамым Көбісі Батёка дейді, кейбіреулері Нұралы Әліп ауысады дейді. Мүмкін ол Әбінұр Нұрымбет шығар. бәрі мүмкін енді. Бірақ енді бұлай нақты айта алмаймын. Но енді өзіміздің жерлес болған соң Зайнудиновқа енді топ-5 чемпионатқа ауысады деген үміт көбірек енді. Ауысқаннан кейін саған WhatsApp-қа тез жауап бере ма, әлде жұлдызданып кетті ма? Жоқ, жауап береді. Түк өзгермеді? Жоқ, өзгермеді. Енді өз жақын адам болған соң атып береді тезірек. Сосын Тұран жайында осы маусымда қандай мақсаттар бар, қандай үмітің бар өзің ойынға және команданың ойынға, қандай орындарға аталасыздар? Енді басты мақсат негізгі құрамға ілігіп, Тұранға барлық күшімді салып, өзімнің көмегімді тигізгім келеді. Тренерский штаб, руководство клуба қандай задача қояды, сол задачаға үлкен нәтижеге жету ғой. Осы жылы жақсы ойындар көрсетіп, негізгі құрамға ілініп, енді ең басты мақсатым ұлттық құрама жетесін кию ғой. Соған жетсем болды. Сен үшін осы жылы ұлттық құраманың сапында ойнау мүмкін бе? Қазір бәрі мүмкін. Енді қанша еңбектенесің, ойыныңды көрсетесің. Бапкерлер көрсе, енді шанс көбірек қой осы жылы ойнауға. Поздравляю, вы стали новым главным тренером Турана. Долго думали перед подписанием контракта? Какие еще варианты другие были? Ну, были варианты, я уже так в прессе обсуждал, их вроде было много, коснулось, и как-то уже на январь месяца ничего не было. То есть уже когда, можно сказать, ближе к февралю надо было что-то принимать решение какое-то, понимать, что трансферное окно все закрывается, все уже укомплектовано, и в принципе и по тренерскому штабу тем более. То есть, ну, принял решение, принял этот вызов. Надо двигаться дальше. Опять просто всегда хочется прийти, как говорится, на готовое, уже где что есть, а здесь, ну, первый раз, наверное, в жизни. Не, первый раз нет, наверное, когда строил, наверное, Ислыч, только с нуля такого было, да. Сейчас, наверное, тоже у нас по футболистам, ну, в принципе, все с нуля, и, скажу так, и в организации очень нужно нам прибавлять, как, ну, и в клубе, во всем. То есть, ну, посмотрим, если будем, как говорится, везде друг за друга, то, конечно, можно все сделать. Главное, чтобы было у всех желание, а не у кого там одного-двоих, то есть это очень важно. А как так получилось, что вы не продлили контракт с Атырау за смену руководства? Вообще предлагали ли вам нефтяники? Ну, там какие-то общения были, ну, вообще смена руководства, это все понятно. Всегда все хотят, ну, видеть там уже, как говорится, свое строить, да, то есть это нормально, но все-таки 2,5 года тоже отработал, и как бы, конечно, хотелось бы, наверное, все-таки продолжить. Ну, во-первых, конечно, хотелось на повышение, но у нас была цель, я всегда очень сильно хотел Еврокубки, и вот эта финальная игра, да, понятно, что была большая возможность туда попасть и, конечно, остаться в Атырау в Еврокубках, мы за этим и шли. То есть, ну, ситуация поменялась, и здесь очень часто в Казахстане ситуация меняется, так что поменялся сейчас руководитель, то есть это, ну, как должное, то есть и всегда меняется, так что, слава богу, я еще пришел в тот период, надо больше, как говорится, не расстраиваться, а радоваться, то, что бывает здесь руководители по 2 раза за год меняются, так что мне еще поработал с руководителем 2,5 года, так что
что, ну, как бы я как бы с этим, ну, как бы без никакого расстройства каким-то встретился, ну, с нормальным, с позитивом, как говорится. А Туран когда вышел на вас? Туран буквально вышел там, наверное, ну, общение было два месяца назад. И такое уже более конкретное, наверное, вот буквально, не знаю, там, дней 10 назад вышли. Такое общение. В Беларуси варианты были? Ну, были, я еще раз говорю, что хочется работать все равно за границей. Как бы принял решение, пока так. Ну, опять же, очень много нюансов. Опять же, знаете, как, и у меня есть своя работа, все знают, как я работаю, то есть, да, то есть есть ассистенты, с которыми я очень долго работаю, то есть кто-то хочет там, чтобы ты пришел один, то есть, ну, кто-то хочет, но я объясняю, то есть есть такие-то нюансы, ну, есть, это нормально, есть руководители в клубах, они считают, нужен ли этот тренер с такими условно условиями, либо не надо, так что, ну, вот так коснулось, вроде бы был спокоен, а получилось так, что нигде. Ну, ничего, так жизнь бывает, но сейчас опять надо строить что-то новое, пытаться, потому что, слава богу, самое главное, что, наверное, в Туркестане есть, это основа, это инфраструктура, да, прекрасный стадион, есть базы там, да, как в Туркестане, так в Шымкенте, так что вот в этом, конечно, это такая, как, можно сказать, вот одно из таких ключевых решений, которых, ну, я согласился на эту работу, и есть много молодых ребят, понятно, что нужна работа, и если нету этих условий, ну, как бы ты улучшать там, ну, тебе просто негде, да, возможности. Это с опытными футболистами можно там на любом поле, да, как-то их умение там, да, подкорректировать и так далее, там, ну, определенно другая. А молодые футболисты должны где-то и в двухразовом заниматься режиме, то есть, и как бы их интересное развитие. Ну, посмотрим, не все сразу строилось потихоньку. Ну, вы же в курсе, да, что Туран до вас вел переговоры с вашим соотечественником Александром Сидневым? Вообще общение было у вас? Да, мы общались, все равно, вы же поймите, такие часто бывают косвенные, бывает конкретные, то есть мы уже так привыкли, что... Не, ну там конкретное предложение было. Ну, просто человек сказал, что его не отпускает в Беларуси. Ну, я не знаю, ну да, у него в Беларуси есть предложение, то есть это, ну, хорошие его хотели видеть, то есть настойчивые были, то есть ему пришлось остаться, то есть, ну, как бы, ну, мне пришло предложение, я, ну, здесь пришло, ну, согласился. Так. Контракт на год подписали. Ну да, слава богу, не на 2 месяца, хотя бы на год. Ну, допускать им, что можете задержаться здесь так же на 3 года, как и в Атырау. Опять же, желание людей хотят развивать, хотят терпеть. Если кто хочет терпеть, кто хочет развивать, ну почему бы и нет. Улучшается это все, ну как бы, знаете, если ты хочешь, то все, опять же, можно все вместе работать. А если у кого-то нету желания, то здесь, ну, ты как держись там хоть, ну, ничего не получится, потому что у тебя не будет, во-первых, ни результата, ничего не будет. Так что это важно, чтобы все вместе работали, у всех было желание здесь сделать в Туркестане что-то хорошее. Мало кто верил, что можно сделать было в Атырау, но сделали. Я считаю, что и в Туркестане можно тоже сделать, но надо желание очень многих людей. А на что может рассчитывать Туран в нынешнем сезоне? Практически без легионера, в основном молодые футболисты. Ну, вообще пока рано что-то, потому что команда, я только приехал, многие ребята, ну, вот сейчас дали там 30 человек, у нас 30 футболистов, там дали почти всем сыграть, то есть, и понятно, что уровень очень разный, да, очень разный уровень футболистов, и пока судить о каких-то там задачах нет. Ну, разговаривать с руководством о том, что усиление, ну, что будем, как говорится, собирать команду, и, понятно, нету времени особо, да, но, как говорится, я могу так сказать, если что ввязался уже в бой, уже назад никуда уже дороги нет, так что будем, может, отсюда какие-то резервы, может, кого-то откроем, дай бог, да, то есть ребят молодым, то есть, ну, есть, всегда материал есть, может с кем работать, ну, надеюсь, что будет прогнозы не такие пессимистичные, да, как эта погода. Так что я думаю, что и у нас солнышко появится, а в Туркестане его много, правильно? Так что вот так вот. Спасибо. 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 Рад видеть.
Олег, выше! Играть два касания, мне не надо. Где? Майк, здорово, ищи вот эти вертикали. Здорово. Не трогай! Жолдастық матчтар кезінде әрине қазақстандық командалар жиі қырылысады. Ошолы Ақтөбе футболшылары Өзбекстанның Пахтакор командасымен төбелессе, Қайрат футбол клубы босниялық Борац командасымен толық құраммен төбелесті.
ты головой. Сзади игрок, а ты вот там играешь. Ты должен напорно уход, ты должен смотреть. Ты понимаешь? Смотри. Сзади игрок. Я не могу тебя любой видеть это. 50 тысяч зрителей. Кто тебе это такое? Ты что же сам? Это здесь я тебе могу подсказать. И то. Не имею права тебе подсказывать. Ты должен сам это все видеть. Бағдат кезекті маусымын туған командаңда бастайсың. Және де осы маусымға дайындық қалай өтуде? Алғашқы маусым мен үшін былай жалпы команда үшін де сәтсіз деп айтуға келмейді. Ең бастысы біз трофей ұттық деп айтуға болады. Кубоктың иегері атандық. Сол үшін осы жылы бұйырса Еуропа лигасында өнер көрсетеміз. Бұл өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Кез келген ойыншы үшін, кез келген клуб үшін. Сол үшін қазір жұмыс жасаудамыз. Екінші осы қайтып оралғаннан кейін осы екінші маусымда егер де жарақатсыз бәрі өтсе, өзімді жақсы жағынан көрсетемін деген ойдамын. Кейбір футболшылар өкінішке орай кетіп қалды, жаңадан қосылған шетелдік футболшылар бар. Олар туралы қандай пікірдесің? Көп жанкүйер негізі қызылдар алаңдауда деп айтуға болады. Себебі енді бізде футболда основной костяк деп айтады ғой. Негізгі құрамда көп шыққан ойыншылар командадан кетіп жатыр. Олардың орнын басатын ойыншылар да көп келді деп айтуға келмейді. Сондықтан бірақ енді клуб басшысы оның бәрін біліп отыр ғой. Өте үлкен жұмыс жүргізіп жатыр деп мен толықтай айта аламын. Сол жаңа айтқандай ең бастысы осы суперкубокқа дейін осы уақытты пайдаланып жақсы команда жасақтаймыз деген ойдамын. Сен бұрын басқа командаларда ойнағанда көбінесе Қазақстан және ТМД елдерінен қақпашылар ойнайтын. Енді Румыниядан қақпашы келді. Және олармен бірге, онымен бірге қарым-қатынас қалай орнаттың? Себебі ол басқа тілде сөйлейді, сендер басқа тілде сөйлейсіңдер. Жоқ, ол жағынан футболдың тілі оңай деп айтады ғой. Ол жағынан ешқандай да қиындық жоқ. Бұлай да футболдың терминдерін енді бұлай басқа тілде де біз жақсы меңгеріп алғанбыз, білеміз. Ол жағынан ешқандай қиындық жоқ. Тек қана бізге көмектеседі деген үміттеміз. Арнайы сол үшін маусымнан кейін Лондонға бардың ба, шетелге? Андрей Влад қандай қақпашы? Жақсы қақпашы. Қазіргі заманның талабына келетін, допты жақсы ұстай білетін, жақсы енді өте жақсы трансфер деп айтуға болады. Сол енді әлі де осындай жақсы тәжірибелі ойыншылар келеді деген үміттеміз. Пахтакорға қарсы принципиалды ойын болды. Өте мықты команда, техникасы мықты команда, бірақ та өкінішке орай Ақтөбе ұтылды. Енді қандай пікірдесің? Енді бүгін жаңа айтқандай өте допқа талас өте көп болды бүгін. Себебі өзбек бауырларымызбен ойындардың бәрі осылай өтеді. Ешкім жеңілгісі келмейді, ешкім бергісі келмейді. Бірақ енді бүгінгі жеңісті Пахтакор жұлып алды деп айтуға болады. Және де жеңісті голды соққан Ақтөбенің бұрынғы шабуылшысы, ойын алдында сөйлесу болды ма, кейін сөйлесу? Гостиницада сөйлесеміз. Кофе ішіп, әңгіме айтып, тобылда ойнаған кезде егер бөлме бойынша менің көрішім болған. Өте жақсы сөйлесеміз, құрдасым менің. Жеңіспен құттықтадым. Олар негізі осы жеңіске лайық болды ма? Екі жақта да менің ойымша мүмкіндіктері болды. Мен атап өтетін бірінші таймда менің ойымша Умаевтың моментінде пенальтиді қоюға болатын еді. Дәл сол жерден сондай мүмкіндікті біздің қақпамызға пенальти қойды. Енді ол судьяның өзінің шешімі болды. Оған ештеңе айта алмаймыз.
Көбінесе аққыз жылдарда Пақтакордың ойыншылары да өте дөрекі ойнады. Ол дөрекі ойнаған менің ойымша бүгін екі жақтан да болды деп айтуға болады. Неліктен? Принципиалды ойын ба? менің Қазақстан мен ойымша- Өзбекстан арасында қақтығыс па әлде Енді басқа жағдай ма? өз тарапымыздан айтатын болсақ, біз бірінші жолдас кездесуде жеңіліп қалғанбыз. Сол үшін бүгінгі ойында енді жеңейік деген бүгін шыққанбыз сондай настроймен. Сол допқа соңына дейін таласып, көптеген атакаға шабуыл жасап деп бүгін сондай жоспар болған негізі ойынға. Бірақ өз мүмкіндіктерімізді пайдалана алмадық. Көбінесе Өзбекстан мен Қазақстан футболын салыстырады ғой. Иә, Хусанов ауысты, Дастан Сатпаев та ауысып жатыр Челсиге. Және де осы принципиально сол матчтың алдында болды ма? Сондықтан мүмкін дөрекі ойнадылар. Жоқ, бұл жағдайда тек Қандай қана себеп? менің айтатыным Хусановқа да Сатпаев үшін да біз бәріміз өте қуаныштымыз. Кешегі ойында да Хусанов үшін уайымдап қатты сол ойынды бәріміз қарағанбыз. Сол енді қай біздің бауырларымыз осындай деңгейде ойын өрнегін көрсетсе, біз тек қана қуанамыз, жанкүйер боламыз. Иә, өкінішке орай кеше қателік жіберді ғой екінші минутта. Сенің пікіріңше ол қобалжу болды ма, әлде көбінесе тәжірибенің жетіспеушілігі? Сити мен Челси ойында менің ойымша бұл ойын кішкене сумбур деп айтады ғой. Алғаш минутта тек қана Хусанов емес, басқа ойыншылар да көп қате жіберген сияқты. Көбінің енді дебют болғаннан кейін көзі соған түсті ғой, бірақ та тек қана ол қателескен жоқ, кез келген ойыншыда ондай болады. Одан кейін басқа моменттерде менің ойымша өзін өте жақсы жағынан көрсете берді. 4-5 ойыншыны Ақтөбеден көрдік, жас ойыншыларды. Және де Ақтөбеден осындай Хусанов, Дастан Сатпаев сияқты ойыншылар қашан шығады шетелге аттанатын футболшылар? Менің жеке ойым потенциал бойынша негізі кез келген ойыншы бізде 15-16 жаста өте жақсы талантты ойыншылар біздің Қазақстанда өте көп. Ең бастысы бізге менің ойымша әлі жас қой демей, сол кезден бастап мүмкіндік беріп, өзі тәжірибе жинасын деп, практика жинасын деп көп сондай мүмкіндік болу керек деп ойлаймыз. Себебі дәл сондай ойыншылар бізді Қазақстанда да өте көп менің ойымша. Тек қана жұмыс жасау қажет. Сол менің жеке ойым сол.
Так в ничью сыграли, но в первом тайме 1-0 выиграли. Не знаю, подключился, там головой Сигневич хорошо скинул и удалось забить. Надеюсь, будет почаще в сезоне. А сегодня вышел в старте, в том сезоне не всегда получалось выходить. Ну, это Теперь сейчас полностью адаптировался? сборы, опять же, от тренерского штаба все зависит, как они будут видеть, где, на какой позиции и так далее. Мое дело выполнять свою работу качественно и вот так вот. Насколько я понял, видит на нескольких позициях, но на какой ближе? В атаке, исключительно в атаке, все равно в обороне не хватает навыков отбора, борьбы. Ну, я так считаю. Но при этом в предыдущих клубах мы видели тебя в качестве латераля справа. И во втором тайме играл. Если в пятерку играть, то более-менее комфортно, потому что есть страховка. Если в четверку, то более тяжело в этой позиции играть. А на что претендует Тобол в новом сезоне? Я думаю, мы внутри команды эти задачи поставим, озвучим друг другу и шаг за шагом будем двигаться, чтобы не было вот этих громких, красивых слов, заявлений. Думаю, внутри по-мужски договоримся. Спасибо, Жексен. Ну, по личным ощущениям, команда стала сильнее, если сравнивать с прошлым годом? Я думаю, та же самая команда или даже немножечко сильнее станем. А болельщики как часто интересуются, пишут постоянно в дайрект, спрашивают, как там дела у команды? Ну, Вернулся в естественно, родной город. интересуются, пишут, и меня так переполняли самые теплые чувства, когда вернулся, почувствовал силу родной земли, так сказать. Во время этой игры стало известно о том, что официально Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной. Был ли разговор у тебя с ним? Мне, честно, ни разу не общались. Вообще ни разу? Вообще ни разу. Вообще знакомы были же? Ну, здоровались, так скажем, но как я вот приехал в Тобол, то есть один раз я был в расширенном списке, а далее меня не включали, и как бы, ну, тоже я и играл немного, в принципе, логично, но потом, мне кажется, форму неплохую набрал к концу сезона, но как бы Саламыча решение, это я не вправе там обсуждать его. Наверняка одна из целей в этом году — возвращение в национальную сборную. Да, одна из моих целей. Это правда, потому что соскучился по этим матчам, по этой поддержке болельщиков. Ну, это неописуемые чувства. Пока не так много матчей сыграл, но когда сыграл, это было очень круто. Мы знаем тебя как футболиста, который старается экспериментировать, какие-то другие чемпионаты пробует. И в Сербию ездил, в России менял. А сейчас в этом межсезонье варианты были перехода? Честно, сейчас даже не задумывался об этом, потому что за последние 1,5-2 года часто менял команды, получается, и не мог найти то место, где бы вот было комфортно, все нравилось, и наконец-то вот дай обрел бог, покой дома. Да, вот так скажем, это вот первое место за последние вот 1,5 года, где действительно я себя хорошо чувствую. Сейчас по-настоящему счастлив в Тоболе? Да, ну опять же, есть цели, задачи. Вот. Спасибо. Сбил меня. Давид, жеңістен кейін қайтадан Черноморец командасына оралдың. Енді қандай көңіл күйдесің? Жақсы, жиын жақсы өтті, бәрі жақсы жатыр. Оралғаныма қуаныштымын. Бәрі жақсы қазірнен. Травмадан айрылдым, бәрі жақсы. Қандай жарақат болды? Менде грижа болды. Грижа, екінші грижа болды, ең басында отпусқа келген кезде. Менде аппендицит операция алдым. Одан кейін жазда болатын сборға үлгермедім, постановиться етіп. Одан кейін мен арендаға беруге шешім қабылдады. Арендада болдым. Арендаға келген бетте сразу белімде грижа болып ойнамадым. Жеңісте көбінесе көп ойнаған жоқсың? Вообще ойнаған жоқпын. Бірақ жаттығу кезінде болдың, бірақ та алаңға шықпадың. Алаңға шықпадым. Бәрі де жарақаттың кесірінен. Иә. Қазір бапкерлік штаб не дейді осы Черноморец клубын алсақ? Бәрі жақсы. Бірінші жиыннан кейін олар ойлаған,
қалай болатынын. Егер бірінші жиында мен оларға ұнамасам, олар аренда деп ойлаған. Бірінші жиын өтті, ұнадым, енді екінші жиын өтіп жатырмыз. Әлі көп зат бар, доказать ететін. Қалдырамыз деп айтып отыр ма? Енді қазір көреміз қалай болатынын. Бұл жақсы келе жатқан команда ғой, под задачу в РПЛ. Сол себепті өзімде қалғым келеді, бұл командада ойнағым келеді. Оған дейін Еуропадан басқа да ұсыныстар түсті. Мысалы, Кипрге, Арис командасына барып қарауымнан өттің. Неліктен қалмадың? Я думаю, я еще не был готов к такому. Өте қиын болды. Өте қиын болды, иә. Шпилевскийдің футболын білесіз ғой, өздеріңіз прессинг. Сол себепті мен ондайға дайын болмадым. Қазір Еуропадан басқа ұсыныстар бар ма? Әлде Қазақстаннан шақырту болды ма? Бар Қазақстаннан, бірақ әлде Еуропадан жоқ. Өйткені бірінші очередь аяқта закрепиться етіп, осы жақта ойнасам, алдағы уақытта Еуропаға кетемін деп ойлаймын. Сүйікті позицияң бар ма, әлде әртүрлі позицияларда ойнайсың ба? Білмеймін, сүйікті позициям жоқ. Қай позицияға қояды, сол жерде ойнай беремін. Мысалға, осы жиында мен уже 3 позиция сменить етіп үлгерген шығармын. Сол себеп. Жастар құрамасымен әрқашанда байланыстасыз ғой? Иә. Олар не дейді? Бұйырса мартта сбор болатын шығар. Как обычно, сол сборға баратын шығармыз, иншалла. Егер травмасыз бәрі жақсы болып жатса. Жеке болжаң бар ма? Осы командада қаласың ба, әлде сбор біткесін басқа командаға ауысасың ба? Шынымды айтсам, ондай болжамдар жоқ, бірақ өзім қалғым келеді бұл командада, ойнағым келеді. Бұл командамен бірге РПЛ-ға шыққым келеді. Көбінесе жастар Қазақстаннан өте ерте кетеді деп айтады. Өзің қалай ойлайсың? Ерте кеттің бе, әлде керісінше? Бұл жақсы ма сен үшін, прогресс үшін? Мен вовремя кеттім деп ойлаймын. Өйткені мен бұған дейін де ойлап жүргенмін, өзім зона комфортынан шықсам екен, тезірек прогрессировать етсем екен деп. Сол себепті возможность болды, мен сразу кеттім. Осы команда қандай мақсат қояды? Осы маусымға? Осы маусымға премьер-лигаға шығу. Мүмкіндіктер бар ма? Қазір біз 5-ші орында келе жатырмыз. 4-ке іліну керек, как минимум, чтобы стык ойнау үшін. Тіпті жақсы болғанда 2-ші орынмен шығып кетуге болады. Ресейдің бірінші лигасын Қазақстан премьер-лигасымен салыстыруға бола ма? Иә. Қайсысы мықты? Әртүрлі кішкене андай. Мына жақта более силовой футбол ойнайды. Қазақстанда ше? Қазақстанда кішкене ойнауға береді, қабылдауға береді, мына жақта сен оңай қабылдай алмайсың. Алдағы уақытта біз Давид Есенбековті Қазақстан алаңдарынан көре аламыз ба? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін.
Бери, Андрюха! Яка! Вот здесь, буя! Журахон, кезекті маусымыңды Қызылжарда өткізесің, дайындық қалай? Ну, сборы неплохо, так начинается. Уже, можно сказать, первый сбор заканчивается, уже 4-я игра. Коллектив новый собирается, новый тренер, свое новое видение. Будем также продолжать, думаю, к сезону подготовимся хорошо. Мирослав Лобанцев қайтадан командаға оралды. Онымен бәсекелесуге дайынсың ба? Конечно. Ну, у нас такой, в нашем микроколлективе, здоровая конкуренция. Работаем над этим. Я так думаю, считаю даже, потому что каждый из вратаря выйдет, мы сыграем уверенно и в любом матче себя покажем. Демек, Петров, Бабахан және Мирослав Лобанцевті алсақ, бірінші нөмір жоқ. Мы все равны, каждый из нас индивидуален. Вот, и кому тренер доверит, тот выйдет и сыграет на все 100%. Двойные, я же говорил! Еркін бүгін жақсы бір тартысты матч болды. Қарсыласта өте мықты. Конференция лигасының қатысушысы, ойын жайында не айта аласың? Жақсы ойын болды, қиын ойын болды. Бірінші таймда біз кішкене ойынға кіріспедік. Енді сол ортасында кірдік. Бірақ өзінің моменттерін негізі аз болды моменттер. Кішкене сол бірінші ойын ғой біздің. И тактикада жағынан, физика жағынан кішкене көтеру керек біздің ойынымызды. Енді тағы да ойындар бар, соған дайындаламыз. Менің естуімше осы қыста әртүрлі ұсыныстар болды, бірақ та Қайрат таңдады. Неліктен Чемпиондар лигасының факторы ма? Сол бірақ ол да фактор да, бірақ тағы да өзінің арманым ғой. Осы арман деймін больше, наверное, чем Лига Чемпион қарағанда. Қайраттың формасын кигенім бұл да арман. Менің есімше отбасың Қайраттың фанаттары. Сол рас па? Сондықтан арманым болды Қайратқа. Отбасым? Отбасым дегенде жоқ, өзім арман. Команда сені қалай қарсы алды? Жақсы, мен уже декабрьден сборды бастардым. Январьден сборын өттім. Қазір сол Турцияда. Жақсы, уже екінші ай, бәрі жақсы, өтегедей дайындық.
команданың ішінде жастар саны өте көп, олар жайында не айта аласың? Жақсы, талантливый. Айта алмаймын, жамандықты айта алмаймын, тек қана жақсы. Өзіңіз көргендей қазір осы ойында жақсы физикалық, тактикалық, талант, негізі талантливый. Біз бәріміз білгендей, қайраттың жас ойыншылар талантливый бәрі. הם לא רצו, הרכב השני. הם לא רצו בגלל המחיר. Макс, в целом, как оценишь подготовку ко второй части сезона? Ну, в целом подготовка идет полным ходом, физически, тактически уже набираем обороты. Я думаю, все будет хорошо. Удалось сегодня забить. Какие ощущения? Ну, не впервые забиваю, ощущения уже, как сказать, конечно, приятно забивать всегда. Хочется забивать в каждом матче. Вот. Много было звонков из Казахстана, учитывая вот эти последние новости, все-таки смена главного тренера. Станислав Черчесов ушел, пришел Алелиев. Ну, кстати, звонков вообще не было. Не могу ничего сказать. Да, ну что, сам что думаешь по поводу смены главного тренера? Ну, что сказать, это спорт, это футбол. Тут всякое может быть. Что еще могу сказать? Будем также продолжать работать, тренироваться. А с другими футболистами обсуждали в чате где? Кстати, нет, вообще не обсуждали. Сейчас полностью сконцентрирован на сборах, на тренировках, так что в целом времени нет ни с кем общаться. Ты говоришь, что Ахмат находится не на своем месте. А как думаешь, какое место могло бы удовлетворить тебя и саму команду? Ну, на самом деле, просто с зоны вылета выйти было бы уже хорошо, но я думаю, мы будем стараться по максимуму выкладываться, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице. У тебя были варианты, в том числе и в Европе, писали про Австрию, про другие страны. Сам как считаешь, правильный ли выбор сделал в пользу чемпионата России? Я, наверное, как правильно ответить? Если бы я не хотел сюда идти, я бы сюда не пришел, так что мой выбор, я этот выбор уважаю. Я заметил, что себя более уверенно чувствуешь внутри коллектива. Можно ли сказать, что адаптация завершена? 100%. Со всеми нашел общий язык, общение? Да, без проблем. Все классно, мне все нравится, коллектив хороший. Адаптация полностью прошла успешно, как говорится. А чемпионат России можно с чемпионатом Казахстана сравнить? Нет. Во сколько раз чемпионат России превосходит КПЛ? Ну, если говорить честно, я думаю, ну, я буду считать по головам, мне так просто легче. Ну, на головы 3 точно выше, на самом деле. Говорю честно, можете хейтить, не хейтить, я говорю факты, я говорю правду, говорю честно, как есть. А если бы Ахмат играл против Актубе? Ну, будем играть 17 февраля, посмотрим. Я имел в виду, кто сильнее на текущий момент? Не буду отвечать на этот вопрос. Актубе в чемпионате России на каком месте бы сейчас располагался? В чемпионате России? Да. Я тоже не отвечу на этот вопрос. Не хочу вопрос. А уже изучал соперников по отборочному циклу? Уэльс, Лихтенштейн? Честно, нет. Я говорю, сейчас сконцентрирован только на сборах, на Ахмате. Да.
Новые конкуренты пришли, кто-то ушел, Мелкадзе снова в Ахмате. Что думаешь? Ну, как сказать, конкуренты. Если в начале сезона, как я пришел в Ахмат, меня заигрывали как нападающего, то сейчас я вернулся на свою основную позицию. Так что, ну, дай бог, конечно, чтобы они забивали, приносили нам голы и победы. Очень желаю им этого. Бытует мнение, что Самуродову, так же как и Мбаппе, не совсем удобно играть в качестве центр-форварда, а больше на фланге. Так и есть. Да? Поэтому я играю сейчас инсайда, правого полузащитника, в общем. Но в сборной мы частенько тебя в качестве оттянутого нападающего видели. Ну, это чисто структурные моменты, я считаю. Потому что, в принципе, моей позиции там нет. И слова для болельщиков, которые следят, которые радуются, когда ты забиваешь, раздаешь. Ну, что сказать. Спасибо огромное вам. Я чувствую вашу поддержку. Продолжайте поддерживать меня, сборную Казахстана и так далее. Очень благодарен вам. Биыл чемпионат қызық болайын деп тұр. Қайрат, Астана, Тобыл, Елімай, Ордабасы құрамдарын күшейтіп жатыр. Шетелден де мықты футболшылар қосылды. Ендеше қалай болатынын уақыт көрсетеді. Борода, решай, да?